Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Әуелі барша мадах, мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаху Тағалаға болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға санақсыз салауат, сәлемдер болсын. Бүгінгі уағыз тақырыбымыз темекі шегудің зияны жайында болмақшы. Ислам дінінде адам санасына, адам ағзасына, ұрпағына зиян келтіретін барша нәрселерге тиым салынған. Ғалымдарымызда темекіні сол тиым салынған заттардың санатына жатқызып, Құран аяттарын негізге ала отырып, темекінің харамға жақын болған макрух екендігін тілге тиек еткен. Алла Тағалада өзінің қасиетті Құран кәрімінде сондай зиянды нәрселерден аулақ болу керек екендігімізді бұйырып, Аллаху Тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде былай деп баян етеді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ла тулху би айдикум иля тахлука. Өздеріңді өз қолдарыңменен қатерге итермеңдер десе. Келесі бір Құран аятында астаузула ва ла тaqtulu анфусакум. Өздерің өлтірмеңдер деп баян етеді. Міне Аллаху Тағала өзінің қасиетті кітабында адам ағзасына зиян беретін жаман, лас, тиым салынған істерден аулақ болуымызды, өз қолымызбенен басымызға қайғы, қасірет әкелмеу керек екендігімізді Аллаху Тағала осы қасиетті Құран кәрімде бұйырып тұр. Енді Сахихул Бухариде келтірілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: адамдардың көбі Алланың өздеріне нығмет етіп берген екі үлкен нығметтің қадірін білмейді дейді. Олар денсаулық пенен бос уақыт деп айтқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы құндылығы жоғары болған екі үлкен нығметті уысымыздан шығарып алатын болсақ, оны қанша ақша жұмсасақ та, қанша байлығымызды сарып етсек те, еш уақытта қайтарып ала алмайтындығымызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисінде білдіріп тұр. Енді бұл тұрғысында ата-бабаларымыз бірінші байлық денсаулық деп айтқан. Әр уақытта денсаулықтың қадірін жете түсінуіміз, жете ұғынуымыз керек екендігін осы ата-бабаларымыз нақыл сөздеріменен біздерге өсиет етіп қалдырған. Енді екінші бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: о дүниеге барғанда әрбір адамнан мына 5 түрлі нәрсе міндетті түрде сұралады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Соның біріншісі өмірін қайда өткізгендігі, екіншісі жастық шағын қайда жұмсағандығы, үшіншісі қандай жолменен дүние мүлік тапқандығы, төртіншісі сол тапқан дүниесін қайда жұмсағандығы, бесіншісі білгеніменен амал етіп етпегендігі жайлы сұралады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Демек Аллаху Тағаланың берген мына өмірі, жастық шағы, дүние мүлкі, аздылы көптілі білімі, міне осы 5 түрлі нәрседен сұралатындығымыз. Сол 5 түрлі нәрсені жанымызда мықты ұстап, жақсы қылып жүзеге асыратын болсақ, екі дүниеде де өміріміз нұрлы болатындығын, жақсы болатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисінде сүйіншілік етеді. Алла Тағала баршаларымызды осы лас болған, тиым салған нәрселерден аулақ болуымызды нәсіп еткен болсын. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.